барлығына сәлем, қалайсыздар? Бүгін біз Пик Фурмановаға баратын боламыз. Мына жерде қысқаша адресын көрсете салайын. Ең бірінші медеуге жетіп алу керек. Машинасы барлар машинамен, 12-ші автобуспен барамыз. Ол үшін гостиница Қазақстан қонақ үйіне жетіп алу керек. Ары қарай медеуге дейін апарып тастайды. Медеуден остановкадан түскеннен кейін артқа қарай жүреміз да, оңға қарай жол болады, сол жолмен жоғары қарай көтерілеміз. Біз келдік. 12-ші автобуспен уақытты ұмытып кеттім вообще. Видеоны то есть. Как раз қасында бір қыз келді. Ход платный екен 200 теңге. Білмеймін, басындамыз әлі. Уклан қатты екен, бірақ мына жердің әдемі екен. Тема. 1700 Кателияға 5-1 километр жүру керек. Пик Фурмановаға 7 километр жүру почти. Жерде жылқар. Біз негізі ертерек шығу керек болғанбыз. Бірақ кеш шықтық, сағат 11-12-де. Сол себептен бізге максимально тезірек жүріп, тезірек бару керек, өйткені қараңыз болады. Өзіммен бірге қандай заттар алдым? Су 1 литрлік, 2 банан, сосын альбени, одан кейін ауыстыруға футболка. Сосын техникадан GoPro және камераны алуға болатын еді, бірақ тек қана дрон алдым. Себебі камера, дрон, штатив бәрін ала берсең, онда ауыр шығуға қиын болады. Сол себепті налегке тек қана камерадан GoPro-ны ғана алдым. А вы на сторону едете, да? Да. Указатели в одну сторону, а карта в другую сторону. И там, и там. Там тоже дорога, да, есть? Там только будет подъем круче, а здесь легче. Ага. Бұлтты болып тұр. Заң бір жамыз екен деп ойлап отыр. Бірақ күнге қарағанда жақсы ғой. Күн шақырайып тұрса, жүруің қиын болады, көп шөлейсің. Сондай пасмурный болып тұрса, күшті ғой. Бізде арт жақта, ана аяқта көрінбейді енді, широкий формат болады. Широкий болады, ана аяқта аттар жүр. Қандай талдынасы бар екен, күшті. Сәл қараңғы болуы мүмкін, бірақ жамал. Егерде японский дорога, Көкжайлау, Пик Фурманованы салыстыратын болсақ, оңайынан бастайын. Бірінші японский доргаға барған дұрыс новичоктарға, екіншісі Көкжайлау сәл қиынырақ және ұзақ жүру, үшінші Пик Фурманова, ол сәл қиынырақ, оған дайындықпен шығу керек. Арқаның терін көрсей ме? Мынандай тер. Басшеге қалдық. Неге Качеляға кеп қалдық басшеге. Мындай әдемі көріс. Вот, кіші. Мындай қош. Сондай таулы жерде жүрміз бағана бері, бірақ осындай тасты жерде кездестік уже. Ол деген уже біраз биіктікке шықтық деген сөз ғой. Тастар көбейіп жатыр. Шында жерде қандай үйшіктер бар екен. Мұндай үйшіктер. Үре тамақшы бар.
Фурмановқа 800 метр қалды да. Панорамаға 1,8 метр. Нақты көрейін. Білмеймін, бір кішкентай демалатын жерге келдік, бірақ отыратын уақыт жоқ. Сағат уже 3 болып жатыр. Бізге үлгеру керек, тезірек. Үстіне шығып, үй түсіп қараңғы атқанша. Где-то 40 минуттай, 1 сағаттай жол қалды. Тауға шығу керек. Еще ауыздан бу шығады екен. Уже серьезно. Почти чуть-чуть қалды. Бірақ жаңа туман келе жатыр. Туман келе жатыр. О, жаңа бұлт болып еді. Бұлттар жаймен асылып отыр. Тұман. Жеткен сияқтымыз. Şu күнде асып келе жатыр. Фурманова, гора Фурманова. Официально тебя поздравляю. Официально сені құттықтаймын. Фурмановаға келгеніңе. Маған енді тез дронмен түсіріп алу керек, но тұман болып, әдемі болып асылып жатқан еді. Ал енді табиғатына келетін болсақ, екінің бірі міне бермейтін бұндай биіктікте картина сияқты әдемі көріністі көруге болады. Бұл уақыт бөліп келуге тұрарлықтай жер деп ойлаймын.